Карло Анчелотти Мадридтік Реалдың жаңа маусым алдындағы мәселесін атады. Кайл Уокер Баварияның сапына ауысудан бас тартқан. Челсидің су жаңа ойыншысы ауыр жарақат алып қалды. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Алдыңғы видеодағы жеткізген өтінішімізді екі етпестен бізге жаңадан 47 жазушы тіркеліпті. Әрбір жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бізді талайдан бері қолдап келе жатқан оқырмандарымызға үлкен алғыс білдіреміз. Әдеттегідей өзіміздің сүйікті жазылушыларымызға қатысты емес, су жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз арнаға тіркелуді және еңбегімізді бағалап лайк басуларыңызды сұраймыз. Кеттік ендеше. Барселона клубы американдық қорғаушы Сержиньо Десті осы жазғы трансфері терезенің соңына дейін сатып жібергілері келеді. Осы жайында The Athletic баспасы хабарлауда. Ақпараттар бойынша каталондық ұжым ойыншыны сатудың арқасында құрығанда 10 миллион еуро пайда көргілері келеді. Егер қорғаушыны сатып алатын ешкім табылмайтын болса, онда Барса оны басқа клубқа жалға жіберу нұсқасын қарастырып көруге дайын. Айтып өтсек, 22 жастағы Дест Барселонаның сапына 2020 жылы Аякстан 21 миллион еуроға ауысып келген еді. Баварияның сапында өнер көрсеткен қақпашы Ян Зоммер Миландық Интердің су жаңа ойыншысы атанды. Осы жөнінде итальяндық клубтың баспасөз қызметінде мәлімденді. Трансфердің құны 6 миллион 750 мың еуроны құраған. Тараптар арасындағы жасалынған келісімшарт 2026 жылдың жазына дейін жарамды болып бекітілді. Швейцариялық голкипер немістік қақпашы Мануэль Нойер Баварияның қатарына қайта қосылғаннан кейін негізгі құрамнан айырылып қаламын деп қауіптеніп Интерге ауысу шешімін қабылдаған. 34 жастағы Зоммер Баварияның сапында өткен қаңтар айынан бері өнер көрсетіп, 25 матчқа қатысып, 31 голды жіберіп алған. Манчестер Ситидің қорғаушысы Кайл Уокер Баварияның сапына ауысудан бас тартқан деп хабарлайды The Athletic баспасы. Ақпараттарға сүйенсек, негізінен бастапқыда ағылшындық футболшы немістік клубпен ауызша келісімге келіп қойған. Дегенмен артынша шешімін өзгертіп, өзінің қазіргі командасында қала беруді жөн санаған екен. Жақын арада Кайл Уокер ситилік ұжыммен жаңа келісімшартқа отырады деп күтілуде. 33 жастағы ойыншы ағылшындық команданың сапында 2017 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Содан бері 255 ойынға қатысқан қорғаушы 6 голды соғып, және 18 голдық пас жасап көзге түскен. Лиссабондық Спортинг клубы су жаңа 2023-24 жылғы маусымға арналған қосалқы жейделерін жариялап жарыққа шығарды. Ол жейде Криштиану Роналдудың Лиссабондық клубы үшін дебют жасағанына 20 жыл толғанына орай арнайы жасалынған. Бар болғаны 3 күн уақыт аралығында жаппай сатылымға ие болған жейделер саны қатты артып, және осы арқылы Спортинг клубы 750 мың еуродан артық қаржы көлемінде пайда тапқан. Айта кетсек, әйгілі шабуылшы Криштиану Роналду кезінде бұл португалдық команданың сапында 2002 мен 2003 жылдар аралығында өнер көрсеткен болатын. Манчестер Ситидің бас жаттықтырушысы Хосе Гвардиола ағылшындық команданың тізгінінен кетуі мүмкін екендігін жасырмады. Мен 22 жылдың қараша айында барлығы да мен үшін жақсы болғандықтан, клубпен тағы да 2 жылдық келісімшартқа отырған болатынмын. Және требл болған болмағанның өзінде ештеңе өзгермейтін еді. Адамдар, клуб басшылары және мен де бақыттымын. Себебі команданы кім басқаратынын дәл осылар шешеді. Егер олардың көңілдері толатын болса, онда мен де ризамын. Мен біздің жүлделерді қорғағым келеді. Маусым соңында егер мен шаршайтын болсам, біз клубпен бірге барлығын ақылдасатын шығармыз. Ал бәлкім жаңа келісімшартқа қол қоюымыз да мүмкін, деп жеткізген екен Пеп Гвардиола. Манчестер Юнайтед Баварияның немістік жартылай қорғаушысы Леон Горецкаға қызығушылық танытуда. Осы жөнде инсайдер Флориан Плеттенберг мәлімдеуде. Мәліметтерге сәйкес манкуниандық ұжым ойыншыны осы жазғы трансферлік терезеде өз саптарына қосып алу жағын ойластыруда. Мюнхендік клуб өз ойыншыларын 40-50 миллион еуролық сомаға жіберуге келісулері ықтимал. Аталған футболшыға Баварияның бас бапкері Томас Тухель аса қатты сенім арта қоймайды. 28 жастағы Горецка Баварияның сапында 2018 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Оның клубпен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін негізделген.
Барселонаның жұлдызды шабуылшысы Роберт Левандовски өз мансабының аяқталуына қатысты тақырыпта сөз қозғап өтті. Маған әлі де ойнап және голдарды соққан ұнайды. Сондай-ақ мен әлі де футболды толықтай зерттеп үлгермедім. Әр нәрсенің өзіндік шекарасы бар екенін жақсы білемін. Дегенмен мен тағы да біраз жылдар бойы жалғастыра беруге қабілеттімін деп есептеймін. Қазіргі кезде жаттықтырушылық мансап менің жоспарымда жоқ, деп жеткізген екен польшалық шабуылшы. Өткен маусымда Испания чемпионатында 34 матчқа қатысқан ойыншы 23 голды соғып, және 7 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Манчестер Сити Рен командасының бельгиялық вингері Жереми Докуға қызығушылық білдіруде. Осы жайында инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттар бойынша ағылшындық ұжым футболшыны осы трансферлік терезеде қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Хосе Гвардиоланың жаттықтырушылар штабы бұл ойыншыны өткенде ғана командадан кеткен алжирлік шабуылшы Рияд Марездің орнын алмастырушы ретінде қарастыруда. 21 жасар футболшы француздық клубтың сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Испандық жаттықтырушы Хаби Алонсо Байер клубымен келісім мерзімін 2026 жылға дейін ұзартты. Бұл жөнінде Ливеркузенді клубтың ресми сайтында жарияланды. Айта кетсек, осының алдындағы келісім шарты 2024 жылға дейін жарамды болған еді. Хаби Алонсо Байерді өткен жылдың қазан айынан бері жаттықтырып келеді. Еске салса, енді ғана клуб тізгініне келген кезде команда турнирлік кестенің аяғында болған еді. Содан кейін Хаби тізгіндеген ұжым Еуропа лигасының жартылай финалына дейін барды және Бундеслигада 6-шы орында еншілеген. Реалдың президенті Флорентино Перес бұл испандық маманда келешекте Реалдың тізгінінен көргісі келеді. Челсидің жаңадан алған ойыншысы Кристофер Нкунку өз командасына жаңа маусымның басында көмектесе алмайды. Лондондағы ұжымның баспасөз қызметінде хабарланғандай, футболшы тізе жарақатын алып, және осыған байланысты оған ота жасалынған. Осылайша Дортмундтық Боруссиямен болған жолдастық ойында жарақат алып қалған футболшы бірнеше ай уақыт бойы ешқандай кездесулерге қатыса алмайды. Жаңа маусым алдындағы Челси сапында 4 жолдастық матчқа қатысқан Нкунку 2 голды соғып ерекшеленген. Айтып өтсек, осы жазда ғана аристократтықтар бұл ойыншыны Лейпцигтен 60 миллион еуроға сатып алған еді. Реалдың бас жаттықтырушысы Карло Анчелотти өз командасының ақш еліндегі маусымалды дайындық ойындарын қалай өткізгеніне баға беріп өтті. Біз қорғаныс қапталында осыншалықты көп мәселе болатынына бейімделмегенбіз. Біздің қорғаныстағы ойынымыз жөнделуді қажет етеді. Себебі Реал тым көп голды жіберіп алды. Дегенмен бұл мәселені шешу қиын емес. Тереңірек қорғануымыз қажет. Мен маусымалды дайындық жұмысымызды 10-нан 6 деп бағалаймын. Шабуылымыз мені алаңдатпайды. Біз көптеген мүмкіндіктер ұйымдастырамыз. Барлық ойындарда біз басымдылық таныттық деп ойлаймын. Бірақ мені қорғанысымыз алаңдатады. Әсіресе біз қарсылас командамыз қысымды күшейткен сәттерде гол жіберіп аламыз, деген екен итальяндық жаттықтырушы Маркаға жеткізген сұхбатында. Айтып өтсек, патшалық ұжым өткізілген 4 жолдастық кездесудің 2-інде жеңіске жетіп, 2-інде жеңілген. Қадірменді көрермендер, ал сіздер Реалдың қазіргі құрамын және соңғы өткізген ойындарын қалай деп бағалайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментке жаза кетуді ұмытпаңыздар. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.